Дорбамды ет, кәмпит бәріне толтырып берді. Содан ана кәмпитті Зылиқа кемпірдің жасым берсін деп ырымдап, мұны екеуіне алып келгенім ғой. Мен мына жерде сәл дамылдайым да сосын қайтам ғой. Үйге кірмейсіз бе? Әже, үйге кіріңізші. Кіріңіз, апа. Бүгін Майраның мамасының қайтқан күн екен. Соған шелпек пісіріп, Құран оқытайық деп едік. Молданы күтіп отырмыз, қазір келіп қалар. Кіріңіз. Не болды, Айғалап? Амансыз ба? Ниетің қабыл болсын, қарағым. Рахмет. Әке, әйеліміз не алып бізбен бірге тұрмайды? Шайыңды іш, балам. Әже, неге бізбен тұрмайсыз? Ахмет, Димаш, олар бірге әжесімен тұрады ғой? Қызым, әжеңнің өз үйі бар. Иә. Шелпегіңді әкелсейші. Құран оқылған жоқ қой, қалай жейміз? Құран оқылмаса жеуге болмайды деп болмайды. Болмайды. Әкелсеңші енді. Сәрсен! Әкелесің бе жоқ па? Қайдан ғана кіре қойып едім. Мұны балапандар етегіме жармасып қоймақ olsun кірген ошықтандар. Балалар шошықтандар. Ey Allah Teala, o sokan Kur'an-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ақсақал. Осы Құран бағыштамай шелпекті жеуге болмай ма? Неге болмас? Біреулер майы шықпаған үйге аруақ келмейді екен. Егер Құран оқылған шелпекті ұрпақтары жесе, соны аруақтар да сонымен тамақтанады екен деп жүр ғой. Жайсыз шелпек пісіру ол біздің салтымыз ғой бірақ. Кез келген адам үшін де ананың орны бөлек қой. Сонау заманда бір сахабаның дәм-тұзы таусылып, о дүниеге аттана алмай қиналып, кәлимаға тілі келмей жатады ғой. Бұны пайғамбарымыз естіп келген кезде бірден анасын шақыртады. Шақыртып, балаңыз қандай еді дейді. Сөйтсе анасы, балам 5 уақыт намазын қаза қылмай оқушы еді, оразасын ұстаушы еді, зекет бітірін беруші еді уақытымен деп шұбырта жөнелгенде пайғамбарымыз тоқтатып, сіздің балаңыз сізді ренжіткен күнде болды ма депті. Сөйтсе ана байғұс шынын айтып, ондай күндері болып еді депті. Содан пайғамбарымыз онда отын әкеліп, от жағыңдар. Мына кісінің баласын өртейміз дейді ғой. Сол кезде ана байғұс шыршыр етіп, кештім оны. Кешірдім дей бергенде, манаға байғұс баланың тілі кәлимаға келіп, жан тапсырып жүре берді. Егер анаңыз разы болмаса, сіздің оқыған Құраныңыз, тұтаған оразаңыз, тіпті жыл сайын Меккеге барыңыз, бәрі бос, зая деген сөз. Ер адам анасы разы болмай, ал әйел күйеуі разы болмай, жұмаққа кірмейді. Міне көрдіңіз бе? Жұмақ ананың табанының астында деп бекер айтылмаған. Мұның бәрін мен неге айтып отыр дейсіңдер ғой. Осы сендердің үйлеріңе жете берген бұрылыста алдымнан бір кейуана
қарсы шықты. Әлгі күйеу ананы көргенде бұдан бір құдая бір 40 жылғы бір уақиға есіме түсіп кетпесі бар ма? Ал енді сол жылы қыс қатты болып, қар деген сонда қалың түсті, қатынас жоқ, жабылып қалды. Күндердің күні әлдеқандай бір шұғыл шаруа болып қалып, жолға шығуы тура келді. Күн дегенің боран, алдымыздан ағыстан бірдеңе қарай көрінеді. Содан жақындап барып көргенімізде әлгі қарайғанымыз баласын шанаға салып алып сүйреткен әйел. Хош, содан не? Әлгі әйел баласының ыстығы көтеріліп, ауырған соң есі шығып, нар тәуекелдеп, шанамен жаяулап шығып кеткен екен. Құданың құдіреті, бейнетті көрмейміз. Соны әлгі әйел аяғын тайып жығылып құлап, жын ішігін сындырып алады. Соның орнында болса, басқамыз сол аяғымызды сүйретіп не кері қайтар еді, не болмаса сол жерде қозғала алмай жатып қалар ма кімбісін. Ал әлгі әйел болса, баламыз ыстығы көтеріліп, өліп кетеді деп ойлап, сынған аяғына қарамай 20 шақырымдай жерді ит қорлықпен басып өтіп, бізге кездескен бет екен ғой. Аяғы күп боп ісіп кеткен байғұс бізді көріп талғысып кетті. Не керек, барлығымыз улап-шулап, кері қайтып, әлгілерді бәлініске тапсырдық қой. Балам, ананың баласы үшін жанып тұрған отқа түсуге дайын екен, мен міне сонда көрдім. Бұл оқиғаны кейін ана журналшылар газетке де жазды ғой. Ондай аналарға алтыннан ескерткіш қою керек қой. Дұрыс айтасың, арағым. Осы күнге дейін сол оқиға есімнен еш кетпей қойды. Ана әйелдің тағдыры қалай болды екен? Баласы қандай азамат болды екен? Өздерін бір көрерметтеп жүруші едім ғой. Сонда жаңадан алдымнан өте шықпасы бар ма? Жазбай таныдым. Апа. Апа, кешірші мені. Кешірші мені, апа. Апа, кешірші. Апа. 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 Апа, kişirsin beni, Appa.
Есіңді жи, сәрсен. Сәрсен. Ботам. Құлыным. Кешірші мені, апа. Құлыным. Кешірші мені. Құлыным. Кешірші мені, апа. Кешірші мені, апа.